Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики. Балалар, бүгінгі көңіл күйіңіз қандай? Жарайсыңдар. Енді менімен бірге өлең жолдарын бірге айтамыз. Болам десең теңізші, не ұшқышты қаласан. Дәрігерлік те жақсы ғой, қызметке жарасан. Ал сол үшін біздерге математика ең маңызды ғылым бұл. Сондықтан да сол ғылымның тілін біл. Жарайсыңдар балалар, бұл өлеңді барлығымыз бірге айтып шықтық. Енді үй жұмысын қорытындылау мақсатында сіздерге математикалық диктант берілген. Бірінші сұрағымыз 29 пен 3-тің көбейтіндісі. Екінші, 5 санын 19 есе арттыр. Үшінші, 17 мен 5-тің қосындысын 4 есе арттыр. Төртінші, 72 мен 8-дің бөліндісі. Уақыт кетті, сіздерге 10 секунд уақыт беріледі. Уақыт аяқталды. Енді жауаптарын тексереміз. Қолымызға қалам алып, өзімізде белгілеп отырамыз. Бірінші, 29 пен 3-тің көбейтіндісі 87. 5 санын 19 есе арттыр, 95. 17 мен 5-тің қосындысын 4 есе арттырған кезде 88 саны шықты. 72 мен 8-дің көбейтіндісі 9 саны. Жарайсыңдар балалар, өзімізде белгілеп отырамыз. Сабақтың сонда өзімізге баға қоямыз. Жарайсыңдар, енді бүгінгі сабақтың тақырыбы көп таңбалы санды 2 таңбалы және 3 таңбалы санға жазбаша бөлу. Сабақтың негізгі мақсаты оқушыларды 2 таңбалы санға бөлу алгоритмімен таныстыру, есептеу қабілеті мен дағдыларын жетілдіру, сауатты есептеуге, ұқыпты, шапшаң болуға тәрбиелеу. Осы мақсатты барлық сабақ бойынша жүзеге асырып отырамыз. Келесі, енді Қане, 34.036-ны 67-ге бөлейік. Мысалды баған түрінде шығарайық. Бірінші толық емес бөлінгіш 340. Демек бөліндіде 3 таңбалы сан болады. 340 санында 67 саны 5 рет кездеседі. 5 көбейту 67 тең болады 335-ке. 340 азайту 335 тең 5-ке. Қалдық 5-ке тең. Оң жағына 3 цифрын тіркеп жазамыз. Екінші толық емес бөлінгіш 53. 53 санында 67 0 рет кездеседі. Бөліндіге 0-ді жазамыз. Оң жағына 6 цифрын тіркеп жазамыз. Үшінші толық емес бөлінгіш 536. 536 санында 67 8 рет кездеседі. 8 көбейтілген 67 тең 536-ға. 536 минус 536 тең болады 0-ге. Қалдық 0-ге тең. Тексерейік. Бөлуді көбейту амалымен тексеретінімізді білеміз. Бағанға 508 көбейту 67 деп жазамыз. Бірліктерді бірліктердің, ондықтардың астына жазуды ұмытпаймыз. Бірліктерді көбейтеміз. 7 көбейтілген 8 тең 56-ға. 6-ны бірліктердің астына жазамыз. 5-ті есте сақтаймыз. 7 көбейтілген 0 тең 0-ге. Және 5 пен 5 шығады. 7 көбейтілген 5 тең 35-ке. Сонымен бірінші толық емес көбейтінді 3556. Енді ондықтарды көбейтеміз. 6 ондықты 8 бірлікке көбейткенде 48-ге тең. 8-ді ондықтың астына жазып, 4-ті есте сақтаймыз. 6 көбейтілген 0 тең болады 0-ге. Және 4 пен 4 шығады. 6 көбейтілген 5 тең 30-ға. Екінші толық емес көбейтінді 3048. Толық емес көбейтінділердің мәндерін қосамыз. 6-ны көшіріп жазамыз. 5-ке 8-ді қосқанда 13 шығады. 3-ті жазып, 1-ді ойда сақтаймыз. 5-ке 4-ті қосқанда 9-ға тең, және ойдағы 1 мен 10 болады. 0-ді жазып, 1-ді ойда сақтаймыз. 3-ке 0-ді қосқанда 3 шығады. Ойдағы 1 мен 4.
3-ті көшіріп жазамыз. Жауабын оқимыз. 34.036. Жарайсыңдар балалар. Енді сендерге барлығы түсінікті болса, бірінші тапсырмамызға көшеміз. Өрнектің мәнін тап, сонда сен мына сөздердің авторын табатын боласың. Білім бұл жойылмайтын байлық. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Уақыт кетті, есепті шығарып, осы сөздердің авторын табайық. Уақыт аяқталды. Бұл сөздердің авторы Ыбырай Алтынсарин. Балалар, сендер Ыбырай Алтынсарин туралы не білесіңдер? Ендеше Ыбырай Алтынсарин туралы бейнебаянға назар. Ай мектеп. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыл аспен тоқылық. Осы өлең жолдарында адамды мектепке тартатын бір жылылық бар, иә? Иә, Ыбырай Алтынсариннің мына өлең жолдарын тыңдасаң, дәл қазіргі күн туралы айтып жатқан сияқты. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аға, Ыбырай Алтынсарин қай кезде өмір сүрген? Ол 19 ғасырда өмір сүрген. Қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш рет 2 сыныптық қазақ мектептерін, Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ол кісі қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш салған. Ол қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Ол өнер білім туралы ғана жазған ба? Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер, білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мен оның талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқада көп деген әңгімелерін оқыдым. Сізге сол әңгімелердің ішінде ең қатты ұнағаны қайсысы? Бұлардың бәрі де өте жақсы әңгімелер. Мен Алтынсариннің мақалмен аяқтайтынын ұнатам. Мысалға, әке мен бала әңгімесін айтып берейін. Бір кісі 10 жасар баласын ертіп, егістіктен қайтып келе жатады. Бір кезде жолда жатқан сынықтағаны көріп, баласына алып жүрші дейді. Баласы сынықтағаны қайтеміз деп алмайды. Әкесі өзі еңкейіп алады да үндемей жүре береді. Темірші ұсталарға кездесіп, тағаны соларға сатып, ақшасына шие сатып алады. Жолда шиені бір-бірлеп түсіріп тастап отырады. Баласы үндемей, еңкейіп, алып жеп келе жатады. Бір кезде әкесі, көрдің бе, бағана бір рет еңкеуге ерініп едің, есесіне 10 рет еңкейдің. Аз жұмысты қиынсынсаң,
көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат тұтпасаң, көптен құр қаларсың дейді. Таза бұлақ әңгімесіндегі үш жолаушының тастағы жазуды оқып, өз пікірлерін білдіруі маған ерекше ұнады. Әсіресе, көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Көңілің сол секілді сыртқа ашық көрініп тұрсын дегенін мен ешқашан ұмытпай есте сақтап жүретін болам. Ыбырай Алтынсарин өз кезіндегі ғана емес, қазіргі замандағы адамдарды да тәрбиелеп отырған нағыз ұстаз екен. Қазірден бастап өзімде оқып танысайын. Қайталайық. Ыбырай Алтынсарин қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш 2 сыныпты қазақ мектептерін, Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ыбырай қазақ жастар арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш жұмсайды. Ол қазақ қыздар үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мысалы, талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқа да көптеген әңгімелері аталған тақырыптарда жазылған. Сонымен балалар, Ыбырай Алтынсарин қай жерде дүниеге келген екен? Дұрыс айтасыңдар, Қостанай облысында. Балалар, Ыбырай Алтынсаринға арналған қандай көрнекі жерлерді білесіңдер? Қостанай қаласында Ыбырай Алтынсаринға арналған мектеп, мұражай, тағы да басқа көптеген көрнекті жерлер бар екен. Жарайсыңдар, енді екінші тапсырмамызға көшеміз. Бізге есептер берілген. Бұл есептерді шығару арқылы біз мақсатымызға жетеміз. Сіздерге 20 секунд уақыт беріледі. Уақыт аяқталды. Енді жауаптарын бірге тексереміз. Өзімізге қаламымызды алып, өзімізді мұғалім болып тексереміз де, дұрыс болса плюс, дұрыс емес болса минустан басын қоямыз. Балалар, мұнда қараңдаршы. Бірінші есептің жауабы 1991. Бұл сан сендерге нені естеріне алады? Қане ойланып көрейік, барымыз бірге. Бұл сан 1991 жыл Қазақстанның тәуелсіздік алған жылы. Бұл Қазақстан Республикасындағы өте маңызды күндердің бірі. Келесі, үшінші тапсырмамызға көшеміз. Бөлуді баған түрінде орында. Есептеуді тексер. Бөлу амалын орындар алдында толымсыз бөлінгішті және бөліндідегі цифрлар санын анықтай ал. 1134 бөлінген 21. Қане бағандап шығаруға кірісеміз. Кейін жауабын тексереміз. Сіздерге 10 секунд уақыт беріледі.
Уақыт аяқталды. Енді жауабын бірге тексереміз. 1134 пен 21-дің бөліндісі 54-ке тең болды. Дұрыс болса, плюс таңбасын қоямыз. Келесі төртінші тапсырма мәтінді есеп. Мәтінді есеп дегеніміз ол сөздерден құралатын есеп. Сондықтан бірінші есептерді шығар. Бірінші пойыз 3750 км қашықтықты 15 сағатта, ал екінші 5880 км қашықтықты 21 сағатта жүріп өтті. Қай пойыздың жылдамдығы артық және қанша артық? Есепті шығаруға кірісеміз. Сіздерге 20 секунд уақыт. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Жауабын тексереміз. Шешуі. Бірінші амал 3750 бөлінген 15 тең 250 км сағатына. Екінші амал 5880 бөлінген 21 тең 280 км сағатына. Үшінші амал 280 мен 250-дің азайтындысы 30-ға тең. Жауабы екінші пойыздың жылдамдығы артық 30 км сағатына артық. Жарайсыңдар, егер дұрыс болса белгілейміз. Келесі, бір бекеттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытта екі пойыз екі жаққа жолға шықты. Бірінші пойыз 72 км сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 84 км сағат жылдамдықпен жүріп отырды. Екінші пойыз 2520 км жолды жүріп өткеннен кейін олардың арасындағы ара қашықтық қанша болды? Сіздерге 20 секунд уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Енді жауабын бірге тексереміз. Шешуі 2520 бөлінген 84 км сағатына 30 сағат. 72 көбейтілген 30 2160 км. 2160 пен 2520-ның қосындысы 4680 км-ге тең. Жауабы ара қашықтығы 4680 км. Егер дұрыс болса белгілейміз. Енді сендер шаршап қалған шығарсыңдар, сергіту сәтін бірге өткіземіз. Қане орнымыздан тұрамыз және тербеледі ағаштар сергіту сәтін бірге орындаймыз. Тербеледі ағаштар, алдымнан жел еседі. Кіп-кішкентай бөбектер үлкен болып өседі. Жарайсыңдар балалар, бір сергіп алған сияқтымыз. Келесі 5-ші тапсырмамыз. Бұл қызықты есептер деп аталады. Бізге Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік музейі берілген. Ол туралы ақпаратты қане ішімізден оқып шығайық. Ішімізден оқып шықтық. Енді мен оқып шығам. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік музейі Орталық Азиядағы ең ірі музейлердің бірі. Оның алғашқы жәдігерлік бұйымдары 19 ғасырдың 30 жылдары Орынбор қаласында, Орынбор өлкесінің музейі болып құрылғанына жинақталды. 1931 жылы музей өз есігін Алматы қаласындағы кафедральды Собор ғимаратында ашты, ал қазіргі ғимаратты тек 1985 жылы салынды. Енді балалар, біз музей сөзін үш тілде айтып көрейікші. Қане мен бірінші, кейін сіздер. Мұражай, музей, the museum. Тағы да білет. Мұражай, музей, the museum. Жарайсыңдар. Енді тапсырмамызға көшетін болсақ, бізге берген тапсырма музей қанша жыл кафедральды Собор ғимаратында болды, қазіргі ғимаратқа көшкеніне қанша жыл өтті.
қанекей ойланамыз. Бұл өте қызықты есеп. Сондықтан сіздерге 10 секунд уақыт беріледі. Уақыт аяқталды. Енді жауабын бірге тексереміз. Жауабы: музей 89 жыл кафедральды собор ғимаратында болды. Қазіргі ғимаратына көшкеніне 35 жыл болды. Егер дұрыс болса, белгілейміз. Сонымен сабақты қорытындылау мақсатында өзіңді тексер деген шағын тапсырманы орындаймыз. Міне сіздерге тапсырмалар берілген, соларды барымыз бірге орындаймыз. 750 мен 30-ның бөліндісі қандай санға сәйкес келеді? Әрине, 25 санын тексеріп көрейік. Дұрыс екен. Келесі 696 саны мен 58 санының бөліндісі. 12 саны екен. Барлығымыз дұрыс шештік. Келесі 540 пен 10 санның бөліндісі. Әрине, бұл өте оңай сұрақ. Сондықтан бұның жауабы 54. Дұрыс. Бұл тапсырманы да дұрыс есептедік. Келесі енді сабақты бекіту мақсатында бүгінгі тақырыпты қалай меңгергенді көрсетіп, бізге өте ақылды, барлығын түсінген үкі мен ештеңені түсінбеген үкі берілген. Осы үкілердің қайсысын таңдайсыңдар, соны өздерін белгілеп алыңдар. Енді қорытындылай келе, бүгінгі сабақта қандай тақырыпты өттік? Тақырыпты меңгеруде қандай қиыншылықтар кездесті? Сабақта не үйрендің? Осы сұрақтарға жауап беріп, параққа жазып, маған жібересіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.